Ардақты ағайындар, мен ұлдарыңыз құрметті талаппазы. Мына көптеген бір аға бауырлар Қостанайда өрт болып жатыр. Көмектеспейсің бе, қарап отырасың ба дейді да. Егер Қостанайға көмегім тиер болса, жанымды берер едімші, сол өртке түсіп, біраз болса да Қостанай халқына, осы елімізге пайда тисе жасар едімші. Бірақ менде қазір түк жоқ қой, мен өзім ауылымды сағынып қазір мына бастаған мәселелеріме білесіздер ғой. Ешқандай қолдау болып жатқан жоқ, әйтпесе үлкен 4 маңызды жұмыс бастадымшы. Соның өзіне қолдау таппаған соң, мына қарапайым халықтан, ағалардан сұрайын десем, ол кісілер де қазір білесіздер, тоқырау кезі қиналып жатыр. Ол кісілерден сұрай алмай, өзім сол басшылықта ағалар көреді ғой деп жүгіріп жүрмін да ары бері. Ал мына өрт болып жатса, қарапайым халық ақша жинап жатыр да. Қостанайға ақша көмектесейік деп. Сонда президентіміз ше қолынан келгенше жолдамаларды жолдап көмектесіп жатыр да. Ал қасындағы мына шенеуніктер ше байлар. Осындай кезде көмектеспесеңдер, сендер қашан көмектесесіңдер сонда? Жоғалдан миллиардтаған ақшаларды қабірлеріне көрге алып кеткенсіздер ма? Президент деген барынша не қылып жатыр? Мына кейбір кісілер маған егер мен саясатқа кіріссем ше, үлкен алпауыттардың саясатына кіріссем, мен мына отырмас едім ше. Кейбір кісілер мына біреу ананың проектісі, біреу президенттің проектісі дейді да. Президентке мен әшейін мен оған қосылған жоқпын, өздері үкіметтегі басшылықтағы ағалар өздері қосты, бірақ мен қатысым жоқ та. Ал мына Қостанайға көмектес дейді да. Мен қалай көмектесем ағайындар, мен дейтін бір сорлы бір жетіммін да, туған жерінен айырылған және жақын ағайындарынан тірі жетімде айырылған мен бір сорлымын да. Сонда қалай көмектесем мен? Соған мына шенеуніктер, мына қарапайым халық қиналып отыр да. Мына белсенді ағалар, ерікті ағалар әрине зор ашқандарыңыз дұрыс. Менде мына 4 асарлы жұмысыма зор ашсам болады, бірақ ешқандай одан қолдау жоқ екенін білемін да мен. Өйткені қарапайым халық қиналып отыр. Мен қолдау болса да мен оны жасағым келмейді. Өйткені қарапайым халық бала шағасына сұрамай қиналып отыр ағайындар. Мына президентіміз жақсы үндеу жасады. Енді мына бірігу керек ағайындар ше. Мына басшылықта шенеуніктер мына ше. Қазіргі емес, бұрынғы жеп қашып кеткен мына шенеуніктер көмектесулеріңіз керек қой. Сіздер шамалы жүректеріңізде иман сәулесі болса ше, сіздерге жамандық тілеп отырған жоқпын жерге тығып ше. Бірақ мына Қостанайда өрт болып жатыр. Мен барып өртке түсіп қана көмектескім келеді, бірақ оның пайдасы жоқ та. Сондықтан оны қаржылай көмектесу керек. Маған қолдау болмай, міне қазір мен жетімсіреп кәдімгідей ана өткен жолы бір ағам қайтыс болып, жүрегім ауырып, өте мен қиын жағдайдамын ағайындар. Сондықтан маған Қостанайға көмектесуге мен кейбір кісілер ойлап отырған шығар, ол қайда Қостанайға неге бармай көмектеспейді деп ше. Мен көмектесе алмайтын болып отырмын ғой, мен не істей аламын барғанда ше, айтыңыздаршы. Сондықтан мына шенеуніктер, президенттің өзі не қылып жатыр? Шенеуніктер мына жей бермейші, ашқазандарын тесіліп кетуі мүмкін. Оданша көмектесіңіздер. Енді бұлай көптеген күйзелісті әрекетпен жүрмін, адам болып келеміз, бірақ адам болып қалмай жатыр. Мына ел деген, қарапайым халық деген маңырап кетті, бірақ президентіміз жақсы үндеу жолдады, жолдамалар жолдап жатыр, бірақ сабыр етуін үміт етемін. Қарапайым халықтың кесірге ұшырап, сондай апатқа ұшырап, зардап шегуін қаламаймын. Сондықтан сапалы сабыр етіп әрекет етулеріңізді сұранамын. Мына басшылықта ағаларда да мықтылар бар, солар шамалы ел үшін жұмыс жасаңыздар.